Сәлеметсіздер достар, сіздерге бүгін қалай Windows 7-ге курсорын орнатуды көрсетемін. Бірінші біз Яндекске кіріп, курсор для Windows 7-ді жазамыз, және найти-ді басамыз. Курсор winzora.net дегенге кіреміз, және мынандай терезе ашылады. Мен өзіміздің қалаған курсорымызды таңдаймыз. Мен таңдадым. Және міне скачать файл. Бірінші осындай терезе ашылады, және скачать басамыз. 15 секунд күтеміз, және скачать файлды басамыз. Міне жүктелді. Міне WinRAR-дан извлечь етеміз. Бірінші мы мынандай папка извлечь етеміз. Windows, Cursors және Oct басамыз. Енді компьютер көреміз, мой компьютер. Локальный диск с Windows Cursors дегенге кіреміз. Және мерса папканы ашамыз, және мынандай терезе ашады. Бұл бірақ керек емес бізге. Біз пуск, панель управления, Windows 7-де оборудование звуков немесе былай басамыз. Устройство и принтерді мышь деп тұрады. Және мынандай терезе ашылады. Кнопка мышьде тұрады. Бірінші біз указательге басамыз, және обзорды басамыз. Папкаға кіреміз, міне бассақ өзгереді. Және өзгертіп шығамыз бәрін. Өзгертеміз. Және қалғандарын артына применитті басамыз, және ок дегенді басамыз. Міне курсорымыз өзгерді. Міне сау болыңыздар, сіздерден болған Адай баласы.